бұл жерде күз әрқашан жағымсыз алтын түсті емес, суық және ылғалды. Мен үйге парк арқылы қайтып келе жаттым. Күндіз қысқа көрінетін жол әр кеш сайын ұзағырақ болып сезінетін. Сол кеште жел ашулы болды. Көше шамдары күңгірт жанып тұрды. Аяғымның астында шіріген жапырақтар сытырлап жатты. Сол сәтте мен оны көрдім. Ол сұрқуды киіп, әткеншекте отырды. Ұзын қара шашы бар, жай ғана тербеліп отырды. Мен тоқтадым, онда бір түрлі нәрсе бардай сезілді. Суық емес пе? деп сұрадым. Ол маған қарап, сәл жымиып, үйреніп кеткенмін, деді. Дауысы тыныш, ешбір эмоциясыз шықты. Біз мектеп туралы, музыка туралы сөйлестік. Ол парктың тыныш екенін айтты, ал мен бұл жерден әрдайым бір мазасыздық сезінетінмін. Сосын ол қараңғылыққа сіңіп жоғалып кетті. Бірақ келесі күні де, одан кейінгі күні де қайта пайда болды. Әр кеш сайын сол әткеншекте, кейде көңілді, кейде тұйықталып кеткендей. Қар жауа бастағанда мен суық болып кеткен шығар, үйіне жүр, ыстық шай ішеміз, деп ұсындым. Ол тосылып қалғандай болды, мұны күтпегендей, бірақ кейін басын изеді. Біз үнсіз жүрдік. Маған ол қарда із қалдырмай келе жатқандай көрінді, бірақ оны кештің әсері деп ойладым. Үйге келгенде анам бірден есікті ашып, бізді ішке шақырды. Қыз табалдырықтан зорға аттағандай болды. Сол кезде інім немесе қарындасым дәлізбен жүгіріп келе жатып, тайып құлап түсті. Аяғын кесіп алды да, қан көрінді. Сол сәттен бастап бәрі өзгерді. Қыз қанды көріп қатып қалды. Беті аппақ болып кетті. Ішінен бірдеңе жұлынып шыққандай, кенет көзі қарая қызарып, ұзын, өткір тістер пайда болды. Ол әп-сәтте қарындасыма ұмтылды. Мен оны ұстап қалмақ болдым, бірақ ол мені қабырғаға лақтырып жіберді. Басым соғылып, көзім бұлдырады. Мен оның қарындасымның үстіне еңкейгенін көрдім. Оларға қарай еңбектеп бардым, бірақ ол мені есік жақтауына ұрып жіберді де, мен есімнен танып қалдым. Мен толық тыныштықта ояндым. Өлі тыныштық ата-анам еденде жатыр екен, мойындарында тістің іздері бар. Қарындасым жоқ еді. Мен тізерлеп отыра кеттім де, орнымнан тұра алмадым. Содан бері 15 жыл өтті. Мен өстім, басқа өмір сүріп жүрмін. Бірақ ішімде бәрі сол кештегідей, ол көрініс өшпейді, жай ғана санамда қатып қалған.